Мұқағали Мақатаевтың жары Лашынның естелігінен. Мұқағалидың мінезі өте тік болатын. Кей адамдар осы үшін де оған қарсы тұрды. Анда-санда Мұқағалидың тік мінезіне менің мінезім де сайма-сай келе кететін. Екеуміз аяқ астынан тістесіп қаламыз, бірақ ол райынан тез қайтады. Ақ көңіл, ақ әділ емес пе? Үй ішіне кек сақтауды жек көрді. Көбінесе мұндай түресу бірдеңе жетіспегендіктен туатын болу керек. Ол үнемі мебельді ауыстырып қоюды жақсы көретін. Көп мебеліміз жоқ. Мен мектепке жұмысқа кетсем, балаларға столдарды сүрткізіп, орындарын ауыстырып қойыпты. Бірде бір жолдасымыздың Ғани деген әйелі келіп, немене мебель алғансыңдар ма деп жан-жағына қарап қалды. Жоға, ол Мұқағалидың жалыққанда істейтін бір физкультуралық жаттығу ғой деп шынын айтып едім. Ол қатты таңғалып қалды. Мұқағали бала ұстауға да, күтуге де шебер болды. Шолпанымыз туған соң мен бір жылдан кейін жұмысқа шығып кеттім. Соны әкесі мен балалар күтіп, мені іздетпеді. Мұқағали балаларын жанынан бетер жақсы көрді. Даладан қандай ашуланып келсе де балаларын көргенде майда еритін. 4 перзентіміздің маңдайынан шертпей өтті. Айбар деген баламыз өте қыңыр, шатақ болып өсті, бірақ Мұқағали Айбар десе ішкен-асын жерге қойды. Тіпті оның сондай шатақ мінезіне сүйсініп отыратын. Ең кішкенеміз Шолпан деген қызын менің кішкентай поэзиям дейтін. Мұқағали өлең жазумен бірге шахматты, аңға шығуды, балық аулауды өте жақсы көрді. Бір жылы көктемге балалардың демалысында Мұқаң жиілігіп Қапшағайға барып балық аулап келемін, балаларыма теңіз көрсетемін деп болмады. Балық аулайтын неше түрлі құралдарын сатып алды, азық дайындап бердім. Балаларын ертіп автобуспен Қапшағайға таңертең кетті. Кешке жақын бәрі шаршап шалдығып үйге келді. Барса Қапшағай көкпеңбек мұз қатып жатыр екен. Міне осындай бір әпендешілік болғаны бар. Ақпарат Әсет Ақмолда инста парақшасынан алынды. Оқыған Ғалбият Нұрзат.